колледж оқып жүрген уақытта баяғыда деймін да, бір қызықтар болушы еді. Қазір білмеймін ғой қалай болады. Сол бір қызықтың бірі Жамбай деген ауыл бар біз жақта. Қазгент деген жерден өз негізі Ташкенттен. Сол жерде жүрген уақытта тойға барғанбыз. Сөйтіп тойға барған уақытта жаңағы 10-15 баладай барғанбыз ғой. Кейін жаңағы қайтатын уақытта машина жоқ. Обратно қайтып келу керек қой. Соның бір кісіге звондап Москвич келген Азылка. Сонымен сол Москвичке отырып 10 балада асық бала отырғанбыз ғой. Бәрін отырғызып соңында өзім қалып кеткенмін ғой. Соны қалдым, мә саған қалай қайтамын деп білмеймін. Шопыр айтады, қаласаң багажда орын бар дейді. Болмасам өзің пешком кете бер дейді ғой. Сонымен жаңағы жарайды деп багажникке отырып аласың ғой. Багажникте жатып келесің, багаж жауып қойған соң багажникте келгенсің ғой. Үйге келіп тоқтаған, түсіп қалғанбыз, соны ертесі күні балды. Қалай екен дейді, жақсы зор екен десем, жатып келдім рахаттан деп біз схатникта дейді, әрең дейді, жаңағы не қылып келдік дейді. Бір-бірімізбен сүйісіп келдік дейді да. Наоборот, сол багажге жатып алсақ болар екен дейді да. Сіздерде қандай қызықтар болған? Колледж оқығанда, болмаса институт оқып жүрген уақытта, студенттік дәуірі, алтын дәуірі деп бекер айтпайсыз ғой. Комментарийға жазыңыздар, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер.